London is the capital of Great Britain. Немесе London is a capital of Great Britain. Немесе London is capital. Кейде адамдар артиклді таңдаған кезде a, the, n немесе артикль жоқ па жиі шатасады. Ол үйреншікті жағдай. Бірақ осы лекциядан кейін сендер ешқашан артикльдерде шатаспайтын боласыңдар достар. Себебі бүгінгі тақырыпта бүкіл үйдің үстіндегі точкаларды қойып барлық ережелерді бірге ұғамыз. Қызықты, пайдалы лекция. Кеттік артикльдер. Жалпы, жарайды. Қазір айтам, сендерге айтқым келетін зат, бірақ осы мысалдарды қарастырып көрейік. I see an elephant. Мен пілді көріп тұрмын деген күшті сурет тұр. Ал енді, I see elephants. Ұқты, an elephant. Elephants. Әніміз қайда кетіп қалды? Так, мына слайдта бізде тағы да бір піл, бірақ біз бұл пілді қазір ғана көрдік қой, осыға дейінгі болған слайдта. This is the elephant I've just seen. Бұндай слайдтарда сіз не байқап тұрсыз? Қандай ереже сіздің ойыңызға келіп тұр? Оны есте сақтап қойыңыз, қазір салыстырамыз. Өмірде бір қауіпті жағдай туындап қалса, біз полицияны шақырамыз, иә? Please somebody call a policeman деп айтамыз. Және полиция келген кезде the police are here деп қуанамыз, иә? The police. Енді осы мысалдардан қандай ереже ұқтыңыз? Сіздің ойыңызға қандай идея келеді? Қазір оны бірге анықтайық. Ағылшын тілінде артикльдің екі түрі бар. Анықталмаған a, n және анықталған the. Жалпы артикль деген осы не деген ұғым? Не ол артикль? Неге мысалы орыс қазақ тілінде жоқ деп сұрасаңыз, ол жақсы сұрақ, адекватный сұрақ. Себебі шынымен де ол ағылшын тілінің ерекшелігі. Ал артикль дегеніміз ол зат есім туралы бізге белгілі бір ақпарат беріп тұратын арнайы сөз. Кейде ол мысалы оның саны туралы беруі мүмкін. Мысалы elephants артикль жоқ. An elephant бір піл. Кейде ол зат есімнің бір нақты ма, нақты емес па, жалпы ма, жалқы ма, сондай туралы ақпарат беруі мүмкін. Оның ережелерін қазір бірге үйренетін боламыз. Бірақ жалпы артикль деген бізге ақпарат беруші сөз. Сендерге сабақтың басында бір өте оңай күшті лайфхак бергім келеді. Осы лайфхакты қолдансаңыз, сіз артикльдерде өте сирек жағдайда ғана қателесетін боласыз. Надеюсь, қателеспейсіз вообще. A деген және n деген артикль қандай сөзден туындаған? Ол one деген сөзінен туындаған. Бұрын, мысалы, бір ешкі, one sheep, бір қалам, one pen, бір, мысалы, күн, one day деген сөз болғанда, one уақыт өте келе тіл өзгеріп, a1, an-ға дейін қысқартылған. Ал мысалы, the деген сөз this дегеннен туындаған. This деген бұл, бұл компьютер, бұл пернетақта, бұл үстел. This table, the keyboard, the day. Және дәл осылай, егер сіз затқа this деп айта алсаңыз, оны the деп те айтуға болады. Және егер сіз затты санай алсаңыз, one, мысалы, one table деп айта алсаңыз, артикльді қолданасыз. Ал мысалы, one water деп айтуға бола ма? Бір су, екі су. Әрине жоқ. Ондай кезде біз артикльді қолданбаймыз. Енді нақты ережелерге тоқтап өтейік. Бағанағы айтқанымдай, a және n анықталмаған артиклі тек санауға келетін, тек саналатын зат есімдердің алдында қолданылады. Мысалы, it's an apple, it's a box, one apple. Мысалы, sugar, қант, it's a sugar деп айту мүлдем қате, себебі қантты біз санай алмаймыз, достар. Біз бір зат есім туралы бірінші рет айтып жатсақ, ондай кезде де біз артиклін қолданамыз. Себебі ол анықталмаған артикль. Біз білмейміз, біздің алдымызда бірінші рет келіп тұрса, I see a man with a dog who's walking into a bar. Бәрі бұл сөйлемде біздің әңгімелескенімізде бірінші рет туындап жатыр. Бірінші рет адамды көріп отырмыз, итті де, барды да. Сол үшін барлық жағдайда қойылып жатыр. Және n артиклі өте жиі біз таңданған кезде қолданылады. Таңданғанда біз арнайы бір құрылымды қолданамыз. What a day деген. Мысалы, what an awful day. Не деген ужасный, не деген нашар күн. We won't go for a picnic today. Себебі ауа райы нашар болғандықтан біз бүгін пикникке шықпаймыз.
what an awful day. Сіз позитивті де таңдануыңыз мүмкін. Мысалы, what a wonderful day. What a деген құрылымды естісеңіз, ондай кезде a артиклі қолданады. Немесе what an, егер сын есіміңіз дауыстыдан басталатын болса. Ары қарай кеттік. A және n бір іс-әрекеттің жиілігі туралы сөйлескенде қолданылады. Мысалы, сіз джимға аптасына 5 рет баратын болсаңыз, сіз, во-первых, красавчиксіз, во-вторых, we go to the gym 5 times a week деп айтуыңызға болады. We go to the gym 5 times a week. A week деген бұл жерде яғни жиілікті көрсетеді. 2 times a day, 3 times a month, 10 times a year, 12 times a year. Бұл жерде яғни a-ден кейін жалпы период қолданылады. Ал a-ге дейінгі ол қаншалықты жиілік көрсетіледі. 10 times a year, жылына 10 рет. Year деген сөйлемнің соңында. Ары қарай кеттік. Енді анықталған the артиклі туралы сөйлесейік. The деген осыға дейін айтылған бәрімізге нақты зат есімдермен бірге қолданылады. Мысалы, бағанағы біз ер адамды көрдік. Мен сендерге айтып бердім. A man with a dog walks into a bar. Және келесі сөйлемде дәл сол ер адам туралы айтып жатсам, ол уже a man-нан the man-ға айналады. Неге десеңдер, себебі бәрімізге анық, кім туралы әңгіме жүргізіліп жатқан. This man деп айтсам да болады. The man says to the barman, can I have a beer and a whiskey for my dog? The man, the barman. Себебі бәрімізге анық. Сол барда жұмыс жасайтын бармен. Ары қарай осы логикалық ойды жалғастыра отырсақ, егер әңгіме белгілі бір зат туралы болса, where's the bag? Мысалы, біздің құрбымыз бөлмеге кіріп сұрайды, сөмкем қайда? Әрине ол андай кез келген Prada немесе Louis Vuittonның сөмкесін сұрап жатқан жоқ, өзінің нақты сөмкесін сұрап жатыр. Сол үшін біз бұл жерде еш сұрақ жоқ, бізде қандай сөмке туралы әңгіме жүргізіліп жатқан, сол үшін where's the bag деп айта аламыз. Ол ондай сөзді айтуға құқылы. Ал енді кейбір заттар әлемде жалғыз болуы мүмкін. Мысалы, the sun, күн, ай, the moon. Бізде екі ай жоқ, екі күн жоқ. Бәріне нақты, the earth, жер шары, бәріне нақты біз қандай зат туралы айтып жатқанбыз. Ондай зат есімдердің алдында the артиклі қойылғаны дұрыс. The sun, the moon, the sky, the Jupiter, the earth. Және егер сіз белгілі бір қала орнында болсаңыз, мысалы кинотеатрда, әшейін театрда, we're at the cinema деп айтсаңыз болады. We're at the cinema. Ол қаланың ішінде белгілі бір нақты халық келетін, көңіл көтеретін орын. We're at the cinema yesterday. Енді біз кейде сын есімдердің күшейтпелі шырайын құрастырған кезде, ондай кезде де міндетті түрде the артиклін қолданамыз. Мысалы, Burj Khalifa is the highest building in the world. Burj Khalifa әлемдегі ең биік ғимарат. Ең биік, the highest, немесе ең әдемі, the most beautiful, айырмашылығы жоқ, күшейтпелі шырайда тұрса, бір зат ең болса, ондай кезде біз міндетті түрде the артиклін қолданамыз. Енді достар, кейбір жағдайда бізде zero article болуы мүмкін. Zero деген қандай? Алдына 0 қоямыз ба? Жоқ, олай емес. Zero article кезінде біз кейде артиклді қолданбауымыз мүмкін. A да керек емес, N да керек емес, the да керек емес. Ол қандай жағдай? Мысалы, біз жинақтық, жалпылай айтылатын зат есімдер туралы сөйлескен кезде, мысалы, мен иттерді ұнатамын. Өзім сондай адаммын. I like dogs. I like the dogs емес, себебі как будто мен белгілі бір ана жақта тұрған 3 ит бар, мен соларды ұнатамын. Солай айтып тұрғанда естіледі. Сол үшін сіз жалпы мысықтарды ұнатсаңыз, I like cats деп айтасыз, немесе I like dogs. Тағы да осы 3 сөзді есте сақтау керек. Home, school, church. Осы сөздердің алдында at, to, from, мысалы at home, to school, from church, from school, to church, at school, айырмашылығы жоқ. Осы home, school, church сөздерінің алдында осы предлогтарды көрсеңдер, ондай кезде бізге артикль керек емес. He goes to school every morning. I am at home today. I am at the home деп айту қате.
Бұл слайд оңай көрінуі мүмкін, бірақ шынымды айтайын, менің практикамда көп адам осындай простой затта қателік жасайды. Сол үшін сендер ондай адам болмаңдар. Және соңғы есте сақтайтын ақпарат ол, егер біз жыл мезгілдерінің, ай аттарының және апта күндерінің алдында сөйлем құрастырғымыз келсе, осы жыл мезгілдерімен, ай аттарымен, апта күндерімен бізге артикльдер керек емес. We're meeting on Monday. I'll see him in March. My birthday is in March. Немесе we'll meet in summer. In the summer емес. Бұл слайдта осыға дейін айтқан слайдым сияқты оңай көрінуі мүмкін, бірақ көп адам қателік жасайды. Мысалы, I'll see you in the winter деп айтқанды жиі естимін, ол қате. In winter. My birthday is in March. I'll see you on Tuesday. Дәл солай достар, бүгін біз біраз қызық ережелерді үйрендік. Енді осыны ұзақ уақытқа есте сақтау үшін, ережелерді тексеру үшін астыдағы жаттығуларды бірге орындап көрейік.